Welcome back to English with Жадра. Бүгін сіздермен should, shouldn't кеңес беру кезінде қолданылатын сөздермен танысамыз. Should, shouldn't қасына етістікті жалғайсыз, барлық жақтың барлығына бірдей қолданылады. Мысалы, you should wear a suit to the interview. Сен интервьюға костюм киюің қажет. Negative болымсыз сөйлем. Should сөзіне not сөзін жалғаймыз. Should not немесе shouldn't деп қысқартуыңызға болады. Мысал келтірейік. He shouldn't put so much sugar in his coffee. Ол кофеге көп қант салмауы керек. Және сөйлемдерде should, shouldn't пен бірге біздер менің ойымша I think және I don't think ті қоямыз. Мысалы, I think you should drink more water. Менің ойымша сен көп су ішуің қажет. Немесе, I don't think you should go to bed so late. Менің ойымша сен өте кеш жатпауың керек. Ал енді достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Комментарийға should, shouldn't сөздерін қолданып, өз сөйлемдеріңізді жазып, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. See you!